Have been, has been, had been формаларын дұрыс қолдану көп адамға қиыншылық туғызады. Осы видеода сол қиындықты шешуге мен сізге көмектесемін. Аталған формалардың қолдану кездерін үйренбес бұрын ең алдымен have, has, had beenнің қолдану негіздерін білген дұрыс. Осы шақта, яғни present, егер сөйлемнің бастауышы I, you, we, they, яғни зат есімнің көпше түрі қолданылатын болса, онда біз have beenді қолданамыз. Ал егер сөйлемнің бастауышы he, she, it және зат есімнің жекеше түрі болса, онда біз has beenді қолданамыз. Ал өткен шаққа келетін болсақ, яғни past, бұл жерде өте оңай, яғни сөйлемнің қандай бастауышы болсын, біз әрқашан had beenді қолданамыз. Енді аталған формалардың қолданудың бірінші кезі туралы айтайық. Бұл present perfect tense. Өткен шақта басталған және де әлі де жалғасып жатқан әрекеттер немесе жағдайлар үшін қолданылады. Мысалы, I've been working as a teacher for 7 years. Ауызекі тілде біз I have been workingді I've been working деп қысқартып айтамыз. Мен мұғалім болып 7 жыл бойы істеп келе жатырмын. Осы сөйлемді уақыт шкаласына қоятын болсақ, келесіні көреміз. Егер қазір 2020 жыл болатын болса, мен мұғалім болып 2013 жылы бастадым, яғни 7 жыл бұрын. Және қазіргі таңда мен әлі де мұғалім болып жұмыс істеп жатырмын. Сондықтан да бұл сөйлемдегі working етістігі жалғасып жатқан әрекетті көрсетеді. Осы сөйлемді келесі түрде де қолдануға болады. I have been working as a teacher since 2013. For және де since-тің айырмашылығы, егер сөйлемде сіз белгілі бір уақыт жиынтығын көрсеткіңіз келсе, онда for-ны қолданыңыз, яғни for 7 years, 7 жыл бойы. Ал егер әрекеттің немесе белгілі бір жағдайдың басталу нүктесін көрсеткіңіз келсе, онда since-ті қолданыңыз. Мысалы, since 2010, 2010 жылдан бері. Енді келесі мысал. Осы суреттегі әйелдің дәрігерге қарауға кіргісі келіп тұр деп айталық. Ол сағат 3-ке жазылып қойған. Ол сағат 3-те ауруханаға келеді, бірақ дәрігер орнында болмайды. Сөйтіп ол сағат 3-тен бастап дәрігерін күте бастайды. Егер сағат қазір 5 деп айтатын болсақ, онда ол 2 сағат бойы дәрігерін күтіп отырған. Осы жағдайды біз келесідей айта аламыз. She has been waiting for 2 hours. Немесе she has been waiting since 3 o'clock. Ол 2 сағат бойы күтіп отыр, немесе ол сағат 3-тен бері күтіп отыр. Және ауызекі тілде has been деп толық айтпайды, яғни қысқартып айтады. She has beenді she's been, he has beenді he's been деп қысқартып айтады. Енді келесі сөйлемге назар аударайық. He has been the CEO of the company for 4 months. Немесе he has been the CEO of the company since June деп те айтуымызға болады. Себебі ол өзінің директорлық жұмысын маусымда бастаған. Байқасаңыздар, бұл сөйлемде ing формасындағы етістік жоқ. Себебі осы сөйлемде біз әрекетке емес, белгілі бір жағдайға назар аудартып тұрмыз, акцент жасап тұрмыз. Яғни ол маусым айында директор аттанды және әлі күнге шейін ол директорлығын атқаруда. Келесі мысал. They've been married for 25 years. Олардың үйленгендеріне 25 жыл болды. Немесе they've been married since 1992. Яғни қашан үйленді? 1992 жылы үйленген. Әлі күнге шейін үйленген бе? Иә. Енді келесі had been формасына көшейік. I had been working as a teacher for 7 years when I quit my job. Мен жұмыстан шығып кеткенге дейін 7 жыл бойы мұғалім болып істегенмін. Яғни өткен шақтың белгілі бір уақытында мен 7 жыл бойы мұғалім болып істедім. Және сосын жұмыстан шығып кеттім. Және қазіргі таңда мен мұғалім емеспін. Бұл жерде екі түрлі нәрсеге назар аударуға болады. Яғни бұл сөйлемде екі түрлі етістік бар. Біреуі созылмалы, яғни I had been working as a teacher. Екіншісі аяқталған әрекет when I quit my job.
Алдыңғы мысалды еске түсірсек, I have been working as a teacher for 7 years. Бұл жерде жалғыз ғана етістік бар, созылмалы I have been working. Және бұл әлі де жалғасып жатқан бітпеген әрекет. Сондықтан да келесі ережені әрқашан есіңізде сақтаңыз. Егер өткен шақта екі түрлі жағдай орын алса, тек қана had been'ді қолданып сөйлеңіз. Екі түрлі жағдай дегенді ашып айтатын болсақ, бұл біріншісі жалғасып жатқан белгілі бір жағдай немесе әрекет, және де жалғыз біткен аяқталған әрекет. Енді келесі мысалдарды да had been'ге ауыстырып қолданып көрейік. She had been waiting for 2 hours when the doctor finally arrived. Дәрігер келгенге дейін ол 2 сағат бойы күтіп отырған. He had been the CEO of the company for only 4 months when it went bankrupt. Компания банкротқа ұшырап кеткен дейін ол 4 ай бойы сол жерде директор болған. They had been married for 25 years when they divorced. Ажырасқанға дейін олар 25 жыл бойы бірге тұрған. Have been, has been қолданылған сөйлемдерді біз present perfect шағында деп айтатын болсақ, ал had been қолданылған сөйлемдерді past perfect'та қолданылып тұр деп айтамыз. Енді осы формулаларды қолданудың екінші кезеңіне көшейік. Бұл passive voice. Passive voice жуырда, таяуда болған әрекеттер туралы айтқан кезде қолданылады. Осы жақында маған компьютер құрылғыларын сатып алу қажет болды. Сөйтіп мен интернет-магазинге кіріп, мышка және клавиатураны сатып алдым. Құрылғыларды сатып алғаннан кейін маған интернет-магазиннен хат келді. Хатта сіздің құрылғыларыңыз жеткізілді деген мәтін болды. Ағылшынға аударатын болсақ, your items have been delivered. Бұл сөйлемнің мағынасы келесі сөйлеммен ұқсас. We have delivered your items. Біз сіздің құрылғыларыңызды жеткіздік. Бұл екінші сөйлем, ол active voice, яғни бұл жердегі фокус we сөзінде, яғни біз сөзінде. Бірақ осы жағдайдағы маңыздысы бұл құрылғылар. Сондықтан интернет-магазин құрылғыларға фокус жасағысы келіп тұр. Сондықтан интернет-магазин өз хатында passive voice-ты қолданған, яғни your items have been delivered. Және бұл құрылғылардың жаңа ғана мүмкін бірнеше минут бұрын немесе бірнеше сағат бұрын жеткізілгенін көрсетеді. Құрылғыларды алғаннан кейін мен келесідей айта аламын. The items have been received. Құрылғылар қабылданды. Немесе I have received the items. Мен құрылғыларды қабылдап алдым. Келесі соңғы мысал. Біздің қалада үлкен құрылыс компаниясы бар. Сол құрылыс компаниясы бірнеше ай бұрын белгілі бір ауқымды жобаны бастаған болатын. Ал қазір компания ауқымды құрылыс жобасын аяқтап бітірді. Ағылшынға аударатын болсақ, the company has completed the big construction project. Бұл сөйлем active voice-та қолданып тұр. Active voice-тағы бұл сөйлемнің бір проблемасы компанияға өте көп назарды аудартып тұр. Ал біз фокусты жобаға жасағымыз келіп тұр. Сондықтан бұны passive voice-қа қалай аударамыз? Бұл біздің қолымыздан келе ме? The big construction project has been completed. Ауқымды құрылыс жоба аяқталды. Had been'ді passive voice-та қалай қолданамыз? Егер өткен шақта екі түрлі жағдай, екі түрлі әрекет орын алған жағдайда ғана біз had been'ді қолданамыз. Менің интернет-магазиннен сатып алған мышкам есіңізде болар. Өкінішке орай сол мышка 2 күннен кейін жасамай қалды. Сондықтан мен келесі сөйлемді қолдана аламын. When the mouse stopped working, it had been purchased just 2 days ago. Мышка жұмыс істемей қалған кезде оның сатып алынғанына небәрі 2 күн болған еді. Назар аударсақ, біз бірінші болған жағдайды had been қолданып айттық. It had been purchased just 2 days ago. Ол 2 күн бұрын ғана сатып алынған. Ал екінші болған әрекет өткен шақта қолданылады. When the mouse stopped working. Мышка жұмыс жасамай қалды. Енді келесі сөйлем. The big construction project had just been completed when the company started another one. Ауқымды құрылыс жобасы компания жаңа жобасына көшкен кезде ғана аяқталды. Ал қазір осы формаларды қолданудың үшінші кезіне көшейік.
Бұл қолдану кезден үйреніп алу өте оңай, себебі бұл кезде барған жерлер туралы тәжірибелермен бөліскен кезде қолдануды айтады. We've been to Hawaii 4 times. Біз Гавайи аралында 4 рет болдық. Бұл сөйлем біздің Гавайи аралына 4 рет барып келгенімізді көрсетеді. Яғни бұл жай ғана өмірдегі тәжірибемізді айтуға арналған. Маңызды нәрсе, бұл жерде біз нақты уақытты атамаймыз. We've been to Hawaii last year деп айтқан ол өте қате нәрсе. Ал егер сіз нақты уақытты атап көрсеткіңіз келсе, онда келесіде жай ғана айта салыңыз. We went to Hawaii last year. Немесе we visited Hawaii last year. Осылайша have been, has beenді қолданған кезде нақты уақытты атап көрсетпеңіз. Себебі сіз бұл жерде өмірдегі тәжірибелеріңізбен бөлісіп жатырсыз. Және осы форманы біз сұрақ түрінде де қолданамыз. Have you ever been to Japan? Сен Жапонияға барып көрдің бе? Yes, I have been there twice. Мен Жапонияда 2 рет болғанмын. Келесі мысал, he has never been to Italy. Ол Италияда мүлдем болмаған. Бұл контекстте had been қалай қолданылады? Естеріңізде болар, had been егер өткен шақта 2 түрлі жағдай, 2 түрлі әрекет болған жағдайда ғана қолданылады. Мысалы, when she traveled to the US in 2015, she had never been abroad before. Ол 2015 жыл Америкаға саяхат жасағанға дейін шетелге мүлдем шығып көрмеген.